Біз бүгінгі шығарылымда қасқырлар туралы баяндаймыз. Қасқыр жыртқыш сүтқоректілердің ит тұқымдастарына жататын түрі. Койот, кәдімгі қорқау және тағы бірнеше түрлерімен қасқыр тегін құрайды. Сонымен қатар ДНК-ны зерттеулер қорытындысы көрсетіп тұрғандай, қазіргі үй иттерінің тікелей арғы тегі болып табылады. Ұзындығы 160 сантиметрге дейін, салмағы 80 килограммға дейін жетуі мүмкін. Қасқыр тектестерінің ішінен ең жиі кездесетіні кәдімгі қасқыр немесе сұр қасқыр. Қасқырлар дала, орманды дала, тундрада жиі кездеседі, ал негізінен әртүрлі ландшафтта өмір сүре береді. Соңғы кездері адамның шаруашылық әрекеттеріне байланысты қасқырлардың өмір сүру ареалы қысқарып келеді. Қасқырлар өте ақылды, әрі сақ жануарлар. Олар топ болып өмір сүреді. Бір топта 3-тен 40-қа дейін қасқыр болуы мүмкін. Олар аңға да топпен шығады, топпен шабуыл жасайды. Қасқырлар киік, бұғы, антилопа, қабан, қоян және кейде үй жануарларымен қоректенеді. Қасқыр мал бағу және аң шаруашылығына зиян келтіреді, бірақ олардың әкелер пайдасы да бар. Қасқырды орман санитары деп бекер айтылмаған. Олар өйткені ауру, әлжуаз аңдарды көбірек аулайды. Себебі олар ұстауға оңай. Олар ауру аңдарды құрта отырып, орманға және оны мекендеушілерге пайда келтіреді. Қасқырға тек қана ауру аңдар түспейді. Сонымен қатар сақтығы, ептілігі, айлакерлігі төмен, қатарынан қалып қойған әлсіз аңдар да қасқырға жем болады. Сондықтан қасқыр мекендеген орманда мықты, қабілетті жануарлар көп болады. Қасқырды хайуанаттардың күзетші бақташысы деп те атайды. Өйткені олар жануарлардың санының көбейіп кетпеуін қадағалап жүргендей. Жануарлардың қатты көбейіп кетуі орманға ашаршылық алып келер еді. Оның үстіне қасқыр тек жануарлардың санын азайтып қана қоймай, алдымен ауру әлсіздерін жойып, жануарларды болар індеттен құтқарады. Сондықтан да ол ормандағы аң мен құстың дені сау, әрі мықты болып өсуін қадағалап жүргендей көрінеді. Аштық кездері бұл жыртқыштар өлекседен де бас тартпайды, ал бұл олардың қоректену тізбегіндегі бағалылығын арттыра түседі. Міне, осы әрекеттер үшін қасқырды адамдар орман санитары деп атаған. Негізінен қасқыр адамдарға сирек шабуыл жасайды. Олар өте сақ және ақылды аң. Сондықтан олар қауіпті алдын ала сезеді. Сонымен қатар оларда есту және сезу мүшелері жақсы дамыған. Олар иісті 3 километрге дейінгі, дауысты 9 километрге дейінгі қашықтықта ажырата алады. Осылайша олар қауіпті сезсе басқа жаққа ауысып кетеді. Осы себепті олар адам мекендеген жерлерде жүре қоймайды.